Видеоны бастамай жат достар, мен сендерге қысқасын айтқанда деген каналды ұсынамын. Қысқасын айтқанда зың деген канал достар. Менің екінші арнама тіркеліп кетіңіздер. Бұл арнада қазір бір ғана видео бар, 2 жазылушым бар. Бұл канал 2 күн бұрын ғана ашылды. Міне осындай достар, алғашқы видео осындай. Осы каналға тіркеле салыңыздар, ал ендеше біз екінші өзіміздің видеомызға кеттік. Сіздермен бірге мен Бағизат. Достар, біздің Q бренд жігіттерінен Denron XT деген бала өздеріңіз білетін, сол каналы YouTube'дан кетемін деп жатыр достар. Экранда көрсетіліп тұрған Denron XT кетпеш деген нені? Хэштаг Denron XT кетпе деген комментарияға жазып кетіңіздер достар. Біз Denron XT алып барып достар. Denron XT не үшін кетейін деп жатыр? Ол өйткені каналында актив түсіп кетті достар. Біз оның каналына активін көтеріп берейік, және ол каналға тіркеліп кетіңіздер. 230-дан асыр жүрек подписчигін тіпті. Достар, сол каналға тіркеліңіздер. Denron XT кетпеші деп аса комментарияға жазып кетіңіздер достар. Так, одан кейін достар, дизлайкта уже көйіп кетіпті, көп емес, бір дизлайк бар екен сол видеосында. Достар, сол видеосында бір дизлайк бар екен даже. Дизлайк достар, негізі ол керек нәрсе. Адамдарға, негізі YouTube каналдарға хейтердің керек нәрсе негізі достар, мен түсінгенім бойынша. Не себепті ойлайсыздар, айтайын. Өйткені хейтерлер болмаса канал дамып жатқан деген сөзге жатпайды. Ал хейтерлер болса, хейтерлер каналдың дамуын қызғанып жатыр деген сөз. Демек олар хейтерлер канал дамып жатқан білдіреді. Және дизлайк деген ол дизлайк каналдың дамып жатқанын білдіреді. Демек біздің де каналдарда әр видеомызда кем дегенде 2-3 дизлайк бар. Демек бізде дамып жатырмыз деген сөз. Сол себепті достар, Denron XT-ді YouTube'да қайттан қалсын, YouTube'дан кетпесін достар. Хэштег Denron XT YouTube'дан кетпе деп астына комментарияға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.